Ардагерлер дегеніміз осы біздер, сіздер. Біздің ең үлкен жұмысымыз бұл елдің бірлігін, елдің тыныштығын, елге қамқор болатын адамдар біздерміз. Қамқор бола отыруымыз керек қолымыздан келгенше. Мына Нариман Төреғалиұлы секілді басшыларға қолымыздан келгенше ақылымызды айтып, ұсынысымызды айтып, керек болған жағдайда көмектесіп, сөзді сөйлеп, халықтың арасында жұмыс жасайтын ардагерлер. Бір бөлек жұмыстар жасалып жатыр. Азғантай бір бөлегін айта кетемін қазір сөзімде. Біздің ең үлкен мақсатымыз, ардагерлердің ең үлкен мақсаты, ол қазіргі заманның талабына сай президентіміздің берген бағытын, тапсырмасын, үкіметтің жасап отырған бағдарламаларының барлығын мезгілінде жүзеге асыру үшін, халықтың жағдайы түзелу үшін, елде тыныштық болу үшін, біздің ұлттық әдет-ғұрпымызды, ең жақсы қасиеттерімізді жоғалтып алмауымыз үшін жұмыс жасап жатқан ұйым деп есептеймін.